Қайырлы кеш, ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 21 қараша 2025 жыл. Бүгінгі тақырып баспасөзге шолу. 1989 жылы мен 12 жасар бала кезімнен бастап ес білгелі әкем марқұм Кеңес, сол Кеңес одағындағы советский спорт, мәдениет және тұрмыс, зерде, парасат және ана тілі, сол кездегі тамды шаруагері толып жатқан газет журналдарға жазылатұғын. Соны алып оқитұғын. Сонда мен әпкем, ағам барлығы жастанып соны көріп өскендіктен мен де жастанып, әлі күнге дейін газет журналға жазылам. Енді бүгіннен 2026 жылдан бастап мен ешқандай газет журналға жазылғым келмейді. Өйткені ішіндегі оқитын түк жоқ. Өкінішке қарай таңның атысынан күннің батысына дейін тек қана ана тілі газетінде мақтау, қазақ әдебиетінде мақтау, Түркістан газетінде мақтау, ешқандай бір әдеби сын, адамды мынау салыстырмалы түрде неше түрлі эссалар, саяси талқылау, жаңа кітапты талқылау деген сияқты, қазір тірі жүрген ақын жазушылардың өмірінен дерек, керемет адамның ойын астан кестен шығаратын аңыз әңгімелер, толып жатқан дүниелердің біреуі де жоқ. Тек дүниеден озып кеткен әруақтар туралы сол адамдарды Абай, Шәкәрім, Мәшһүровтерді айта береді, жаза береді. Болмайтын осыдан 10-20-30 жыл өтіп кеткен адамдардың жазған мақалаларын қайтадан бере береді. Ана Қали Сәрсенбаев секілді, Бауыржан Бабажанов секілді жаңағылардың баяғыда жазып тастаған мақалаларын қайтадан шығара береді. Түкке тұрғысыз ештеңе ақпарат болмағаннан кейін мен 2026 жылдан бастап ешқандай газет журналға жазылмаймын. Керек емес, түкке жоқ ішінде оқысаң. Осыдан 100 жыл бұрын Ахмет Байтұрсынұлы айтып еді, газет журнал деген баспасөз халықтың көзі, құлағы, мұрны һәм аузы деп еді. Өкінішке қарай міне 100 жыл өткеннен кейін әлеуметтік желі ғаламтор дамып жатыр. Көз ілеспес жылдамдықпен неше түрлі IT технология, жасанды интеллект алға жылжып кетті. Сонысына қарамастан бүгінгі таңда міне таңның атысынан кешкі батысына дейін мына Ресей Федерациясының телеарналарынан орыстың оқымыстылары бүгінгі күні Дугин, Лимонов, Просверин дегендер таңның атысынан күннің батысына дейін мына қазақ деген елде ешқашан мемлекет болмаған. Бұлардың Қазақстанның бүгінгі таңда жері ол орыстың жері. Қазақты жерден алып жерге салып жатса да, біздің оқыған ақын жазушыларымыздың ұйымы бар. Қазақстан Республика жазушылар одағындағы 1000-ға тарта сол мүшелері бар. Солардың бәрі аузын буған өгіздей жұмған аузын ашпайды ғой. Тойған қоздай томпиып отыра береді. Сен қазақ халық туралы айтылып жатыр. Жерден алып жерге Құдайдың құтты күні телеарналарынан қазақты біздер орыстарға қысым жасалып жатыр. Қазақ елінде қазақ деген ұлт мүлдем болмаған, мемлекет құрмаған деген сияқты нәрселерге ешкім жауап бермейді. Дыміндемей құтылады. Ешқандай жауап жоқ. Айналайын-ау, сен оқыған ретінде міне күні кеше Мирболат Мырзатайұлы деген ағамыз 54 жасында 4 жылға сотталып кетті. Бар айыбы жаңағы баяғы КСК дейтін еді ғой, бүгінгі таңда ОСИ деген, соның мүшесіне барып, сіз мемлекеттік тілде сөйлеңізші, айналып кетейін жаным деген бір ауыз сөзіне 4 жылға сотталып кетті. Міне көрдіңіз бе, біздің елде мемлекеттік тілде сөйлеңізші деген адамды ұлт араздық қоздырды деген баппен сотталады. Бұл не деген? Соған араша түсіп, зиялы қауым өкілдерінің атынан бір ауыз топталып шығып айтпай ма? Жоқ, ешкімге ештеңе керек емес. Ешкім естімегендей жұмған аузын ашпайды, үндемей отыра береді. Сонда жуырда ғана міне өзін белсенді ретінде танытып жүрген біраз жылдан бері ініміз бар, Абзал Достияр. Facebook парақшасына жазушылар одағының барлығы отыр үндемей, аузын буған өгіздей, өңкей сүмелектер деп жазып еді. Марат Тоқашбаев деген ағам жауап берді. Жауабы бір түрлі. Сонысынан кері байланысқа шығып, Абзал тағы да жауап қатыпты Марат Тоқашбаевқа. Кәдімгідей майдан қысы ұрғандай жеткізіпті. Тоқашбаев 2020 жыл бұрын президент және халық деген газет шығарып еді. Сол кезде біз таңғалып Марат ағаға барып айтқанбыз. Марат аға, кешіресіз, халық президенттен артық қой.
халық сайламай ма президентті? Бұл неде қылғаныңыз? Бірінші президент және халық деген осындайда бола ма деген ескерткенбіз. Сол кезде ағамыз айтты, ойбай, сен неге білмейсің, Жұмамұрат, сен оқыған азаматсың ғой деген сияқты бір алып қашпа бір жауап берген сияқты танытты. Сөйтіп Назарбаевтың билігін жерге көзге тигізбей мақтаған еді. Енді бүгін парақшасына қарап отырсақ, діни басқармасының бастығы Наурызбай Тағанұлы Тағаны Наурызбайдың қасында да жүр. Белсенділердің де қасынан табылады. Билер болса билердің қасынан табылады. Жазушылар одағына барсаң, ол жерде де Марат Тоқашбаев бармайтын жері, баспайтын тауы жоқ. Анда барады, мында барады. Сосын Facebook парақшасына шығады да, публицист, жазушы, академик, профессор, доктор, наук дейді да, өзін жарнамалап, суретке шырт-шырт түседі да. Қазір жұрттың барлығы мына жасы 70-тен асып 80-ге таяған ағаларымыз сол тек қана тұсаукесер жаңағы кітаптың жиындарға барады да, өзін түсіреді, сырттан түсіреді, анаумен отқаннан соны жарнамалайды да, мен кереметпін, осы қоғамда мен абыройым асқақтап, мерей үстем болды деген сияқты өзін жарнамалаумен айналысып жүр. Көптеген ағаларымыз, енді атын атап түсін түстесек, Қансейіт Әбделұлы деген кісі бар, Жұмаш Көкбөрі дейді өзін, Кенебай деген ағамыз бар. Барған жерінің барында шыртылап суретке түседі да, жазушы, ақын, журналист Жұмаш Кенебай Көкбөрі деп жазады. Осындай өзін-өзі жарнамалау, пиар дейді ғой, қара пиар, ақ пиар, бәрі пиар, өзін-өзі жарнамалаумен бүгінгі зиялы деп жүрген ағаларымыз осылай. Күні кеше мені Қазақстан Республикасы Астана қаласындағы Академиялық ұлттық кітапханаға қыздар шақырып еді, бармай қойдым. Әділбек Әбдірайымов деген ағамыз Арзу және Жастық шақ деген екі кітабының тұсаукесері дейді. Негізі осы сөз дұрыс емес. Тәй-тәй басқан сәбидің ғана тұсауын кеседі қазақ. Кітаптың тұсауын кесмейді, кітапты жарнамалай жаңа шыққан. Сосын сол жерге барған зиялы деп жүрген ағаларымыз, Үзбен Құрманбайұлы, Әкім Ысқақ, тағы Баянғали Әлімжанов ағаларымыз, зейнеткерлер. Сол ағаларымыз барып әлі баспадан енді шығып, қолға енді тиіп, ешкім оқымаған кітапқа пікір айтады. Кәдімгі кітапқа ол деген сөз жаңа мен жазып жібердім Facebook парақшасына, Әділбектің өзіне де. Жаңа түскен келін, әлі бет ашылмаған келіннің соны жермен көкке тигізбей мақтап, әлі бет ашылған жоқ оның. Сонымен пара-пар дедім. Кітаптың да бет ашылған жоқ қой. Кітапты оқып болып, арадан уақыт өтіп, сөгеге саяси талқыға түсіп, мәдени түрде оны талқылап жатса, әдеби сын айтып жатса, сөйтіп барып талқыласа, ол басқа әңгіме. Ал жаңа ашылып жатқан, барағы енді ашылып жатқан кітапқа пікір айту, бұл сайқымазақтық, надандық, ақылсыздық, есуастық, дұрыс емес ол. Айналайын-ау, жаңа келген келін туралы пікір айту дұрыс емес. Ол келіп, сіңіп, сол үйдің ұлын, қызын өсіріп, арадан 10-20 жыл өткеннен кейін барып, оған баға берсе болады. Өйткені еңбегін бағалайды ғой халық. Сол секілді қазіргі таңда бүйректен сиғарақ шығарып, тисе терекке, тимесе бұтаққа ұра беретін болды. Қазір баспасөзге қарап отырсаң, газет журналын мен оқығым келмейді. Ішінде оқитын түгі де жоқ. Ана газет журналды ашып жылағың келеді. Өкінішті қазақтың тағдыры шешіліп жатқан кезде, қазақ тілінде ешкім керек болмай жатқан кезде, қазақтың ұл қыздары жападан жайдан жай жазықсыз сотталып жатқан кезде, оның қатын бала шағасы бүгін міне Астана қаласына келіп еңіреп жылап жүр. Мірболаттың әйелі мен қыздары. Олардай шулап жүрген кезде, дым білмегендей уәзірлер үйінде тығылып алып, министрлер терезесінен сығалап қарап отыр. Бұл деген сөз қалай не деуге болады осы? Оқыған оқымыстылардан қайыр болмағаннан кейін қарапайым көшеде қазақтан не үміт, не қайыр. Сондықтан мен айтқым келіп тұр. Мына бүгінгі таңда жазушылар одағында ешқандай сын жоқ. Әдеби сын басқа да. Тек қана ол жазушылар одағы дүниеден озып жатқан ақын жазушыларды шығарып салады арғы дүниеге. Сөйтеді де жаназа намазынан кейін барып мейрамханаға барып ас жейді да, суретке түсіреді де Фейсбукқа жариялайды. Болды. Басқа ештеңемен айналыспайды. Айналысатын ұйымының түрі осы болса, басқа түкте жоқ, өкінішке қарай. Осы солмен ғана айналысып жүр. Бүгінгі таңда саясатқа араласпаса, кешегі өткен біздің бабалар қандай еді? Ахмет Байтұрсын, Міржақып Дулатов, Ильяс Жансүгіров, Сәкен Сейфуллин, осы қара шаңырақты үлкен. Онда саяси қоғамдық өмірлер бар еді. Соларды айтушы еді, талқылайтын еді жазушылар одағы деген. Кезінде 1986 жылы Алматыдағы қанды
қырғын болып жатқан кезде мен қазақпын деген өлеңмен ақиық ақын Жұбан Молдағалиев жыламсырап тұрып айтып еді, ара түсіп еді. Мен мына сойқын өз Алматының қақ ортасында қынадай қырып жатқан жастарды көргеннен гөрі 200 дүниежүзілік соғысқа сол жақта орыстың батпағы мен орманда өліп кеткенім анағұрлым жақсы еді деп еді. Міне осындай ұлт үшін шырылдап, ұлтының қамын ойлайтын ағалардың біз көзін көрдік. Сондай ұлтының қамын ойлайтын адамдар неге бүгінгі таңда жоқ, өкінішке қарай. Әйтеуір жазушы одағының мүшесі дегенге мына бір жапырақ қағазды алғанға мәз. Әрі қарай не істеу керек? Оқыған көкірек көз ашық қай заманда қай ғасырда болмасын, ұлтының қамын ойлаған зиялы қауым өкілдері ара түскен ұлтына шыр-пыр болған, мұңын мұңдап жоғын жоқтаған. Бүгінгі таңда әйтеуір Қазақстан Республикасы баспасөз жазушы одағының мүшесімін деп оңды солды көрсетіп соған мәз. Бұл дұрыс емес қой. Ұлтына ара түсу керек. Анау кім қазақ ұлтына тіліне, дініне, не болмаса қазақ ұлтының намысын таптап жатса шырылдап ара түсу керек қой. Соның ортасында жүру керек зиялы қауым өкілдері. Оқыған осыларға сеніп отыр қарапайым халық. Бұлар сенген қойым сен болсаң күйсегеңді ұрайын дегендей, мыналардың бәрі жайбарақат, мұрнын сіңбіріп қойып, әрі қарай дым болмағандай сондай күйде көріп отырмыз. Өкінішті ақ осындай біздің зиялы деп жүргендеріміз түрі мынандай болса, осыдан 12 жыл бұрын 2013 жылы Дат газетіне шығып еді. Режиссер Еркін Рақышевтың мақаласы үлкен. Қазіргі таңда қазақтың зиялыларының барлығы говно дегенді төбе шашымыз тік тұрған. Ереке деп хабарласып Еркін ағамызған сол кезде айтқанбыз, бұл неге өйтіп айтып жатсың десе, расында да ол кісінің сөзінің жаны бар екен. Бүгінгі таңда зиялыларға қарап отырып, не жыларыңды, не күлеріңді білмейсің, өкінішке қарай. Сіздермен болған Жұмамұрат Теңесұлы Шәмші. Лайк басып пікір жазыңыздар. Көріскенше күн жақсы, сау, саламат болыңыздар.